Бүгін бізде қонақта 2019 жылғы Lexus LX 570 автокөлігі. Мынада 2,5 тонналық агрегатта 100-ге дейін 7,7 секунд ішінде жетку, ол оңай шаруа емес достар. Бір тәке, бәке, сәке мінетін автокөліктердің бірі бұл. Ой-ой-ой-ой, красивый мужчина. Ассаламағалейкум қадірменді көрермен. Бүгін бізде қонақта 2019 жылғы Lexus LX 570 автокөлігі. Сквозь баб-гетто. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Автокөліктің капотынан бастайтын болсақ, көріп отырғандарыңыздай V-шечка, V8. Бұл автокөліктің қозғалтқыш көлемі 5,7. Мынада 2,5 тонналық агрегатта 100-ге дейін 7,7 секунд ішінде жетку, ол оңай шаруа емес достар. Бірақ Lexus'тың капотының астындағы 367 аттың күші 100 км/сағатты алу бұл автокөлікке оңай мүмкіндік береді. Көліктің тағы да бір фишкаларының бірі, бұл жерде капотында амортизаторлар орнатылған. Егер де сіз автокөліктің капотын ашып жабатын болсаңыз, сіз бір саусақпен-ақ ашып жаба аласыз. Автокөліктің сыртына қарап, бұл автокөліктің бір байлықтың, дәулеттің бейнесі белгіленіп тұр. Бұл автокөлік айына 300 мың, 500 мың табатын адамға емес, бір тәке, бәке, сәке мінетін автокөліктердің бірі бұл. Я шагаю по столу, как Назарбаев в Астану. Купюры на полу, походка я медведь Балу. Ты даже мне не бабушка, а я тебе не внук. Ну вот настало время, чтобы показать свой лук. Чтоб забрать свою голду, я достал свою балду. Достарына капотының үстіндегі сызықтың өзі, эмблемасы, алдыңғы торлары және фарасындағы L пішінді сызығы қандай Lexus екенін көрсетіп тұр ғой. Осы жерде противотуманный фары бар. Осы противотуманный фарының қасында көмекші жарық шамы бар. Бұл оңға солға бұрған кезде жанып тұратын жарық шамдарының бірі. Автокөлікте 22-ші размердегі хан дөңгелектері орнатылған. Достар, қараңыздар, осы автокөлікке осы дисклер қандай көрініс беріп тұр. Автокөліктің айнасының астында 360 градустық камера орналасқан. Қазір бұл камерамызды 300-де автокөлігіміздің ішіне көретін боламыз. Ал енді көліктің артқы жағына келетін болсақ, көлік шкатулка сияқты ашылады. Біз нағыз қазақтар шайсыз жүре алмайтын халықпыз ғой. Сол үшін бұл Lexus автокөлігін бізге арнап жасап қойғандай. Бұл жерде достар розеткаға разъем бар. Ойлаңыздар, розеткаға разъем. Сіз ауылда болмаса тауға шығып кетсеңіз, сіз еш қиналмай өзіңізбен бірге заваркаңызды алып, шай қайнатып тауда ішіп отыра аласыздар. Достар, бірақ та әзіл-әзілмен, бірақ та автокөліктің артында шынымен де 220 вольттық разъем бар. Көліктің артқы мөлшеріне келетін болсақ, мен сияқты екі адам отырып, шай ішіп, асықпай нарда отырып ойнауға болады. Ералы, кел шай ішеміз. Шайымызды ішіп болғаннан кейін багажнигімізді жауып кетіп қаламыз. Автокөліктің есіктеріне келетін болсақ, сіз автокөлікті соңына дейін жаппасаңыз, автокөлік есікті өзі-ақ тартып алады. Автокөлікте сондай-ақ пневмоподвеска орналасқан. Автокөліктің ішіне отырып, сіз автокөліктің пневмоподвеска режимін бассаңыз, автокөлік өзін 150 мм-ге қарай көтереді. Автокөліктің салонының ішіне көшетін болсақ, құдды бір ракетаның ішінде отырған секілдісіз. Көп кнопкалы, қай жерде не тұр, бірден аңғара алмайсыз. Алдымен көлікті оталдырып көрейік достар. Қараңыздаршы, қандай ғажайып. Автокөлікке кірген кезде бірден көзге түсетін бұл үлкен дисплей. Бірақ та достар, бұл дисплейіміз сенсорлы емес. Бұл жерде компьютердің тінтуір сияқты мынандай автокөлігімізде мышкасы бар. Бұл жерде осылай оп-оңай басқарылып отыра аламыз. Көліктің ішкі жарық шамдарын қолыңызбен сипап өтсеңіз болды, өзі-ақ сенсорлы түрде жанады. Автокөліктің шынтақ тірегішінің астына үңілетін болсақ, бұл жерде холодильник орналасқан. Жаздың ыстық күнінде сіз еш қиналмай өзіңіздің бөтелкеңізді салып қойып, салқындатып, суытып ішсеңіз болады. Көліктің панеліне қарайтын болсақ, бұл жерде былғары салон. Көріп отырғандарыңыздай, мына жерде осындай әдемі қымбат ағаш және де минимум пластик. Қазір біз достар 360 градус камерасын тексеріп көретін боламыз. Мінекей, мынау алдыңғы беттегі камерасы алдына да артына да шығып тұрады. Ал мынау
тұрғанымыз 360 градус камерасы. Есікті ашатын болсақ, ашылған есігімізде көрініп тұрады. Мінекей, бұл 360 камераның ең тиімді жері, сіз автокөлікті парковкаға қойған кезде автокөлікті үстінен еш қиналмай осылай көріп отыра аласыз. Көліктің артқы жағына көшетін болсақ, жалпы кез келген люкс көлікте болатын климат контролі, мына жерде стакан қойғыштары және де шторларын айтпай-ақ қойсақ та болатын шығар. Бірақ та бізге ең бірінші ұнағаны бұл біздің телевизорымыз. Бұл жерде осындай кереметті телевизор орналасқан. Сіз бұл жерде мына жерге наушнигіңізді қысырып қойып, артында сүйікті бағдарламаңызды көріп отырсаңыз болады. Тіпті болмай бара жатса, достар, мына жерде телевизорымыздың пульт орналасқан. Осы пультты алып, мына жерде HDMI жүйесі орнатылған. Осы жерге PlayStation'ыңызды қосып қойып, сіз жолда да ойын ойнап отыра аласыз. Lexus, браво! Скандал в моей квартире ураган, да. Ты вся горишь, но мне прохладно. И знаешь все, что мне там надо. Под твоим халатом, о, скандал в моей квартире. Қазір пневмо подвескамыз тексеріп көреміз. Қазір автокөлікті түсіретін боламыз. Неге түсіп келе жатыр. Енді көтерейік. Қазір, достар, көліктің жүрісін тексеріп көретін боламыз. Көлік өте керемет. Нағыз қазақтарға арналған. Честно, ты думаешь, все это бесполезно, но как бы то ни было здесь. Скандал в моей квартире ураган, да. Ты вся горишь, но мне прохладно. И знаешь все, что мне там надо. Достар, бізде тұрған бұл автокөліктің құны 48 миллион теңге. Егерде бар болғаны 46 миллион 500 мың теңгеңіз болса, бұл автокөлікті банк арқылы алуға болады. Әр қазақ бай болсын, достар. Егерде видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.